Баршаңызға қайырлы күн, арнама қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Эльмира Мажитқызы. Бүгін сіздерге патшубаны өзгеше етіп дайындап көрсететін болам. Алдымен керек заттарын үккіштен өткізіп, балықты ұсақтап турап дайындап алдым. Енді осындай пакетімізге 2 ас қасық майонезді және дәл осындай қаймақтан 3 ас қасығын қосып, пакеттің ішіне араластырып аламыз. Енді дайындап қойған тарелкамыздың түбіне осылай жағып, рет-ретімен балықты, картобын, сәбізін, жұмыртқаны және үстіне қызылшаны қосып, арасына осындай қылып барлығын жағып шығамыз. Енді бәрін болғаннан кейін қызылшаның үстін өте әдемі етіп әрлеп, дайын болғаннан кейін холодильникке 1-2 сағатқа салып қоямыз. 2 сағаттан кейін дәмін татып көрсеңіздер, дәмі өте керемет болып шығады. Үнемі майонезбен жасағаннан арасында осындай қаймақ қосып дайындап көрсеңіздер болады. Ас болсын.